Менің шығарылымым ұнап жатса, арнама тіркеліп, пікір жазып, лайк баса отырыңыздар. Баяғыда тіршілігі қайнаған Құмиян қаласының бір шаруасы отын шабуға барады. Бір жыңғылдың арасынан ысылдаған жылан шығыпты. Дереу қолына кетпен алып, әлгі жыланның басын шауып тастайды. Бір қызығы, әлгі жерден бірінен соң бірі 7 жылан шығады. Барлығын өлтіріп тынады да, отынын алып үйіне келгеннен кейін көрші қартқа оқиғаны айтып береді. Көпті көрген қария шаһар басшысына хабар беріп, қаладан кету керектігін айтады. Алғашқыда хан бұл әңгімені алжыған қарияның баламасы деп ойлайды. Дегенмен сол түні шаһарды жылан басып қалады. Небір ер азаматтар семсерлерін шығармай жатып құрбан болады. Амал қалмаған соң шаһар басшысы халықты шаһардан алып кетуді бұйырады. Өзі осы оқиғаны айтып берген қарияны шақыртып, мына сұмдық жағдай қалай құтылу керектігін сұрайды. Сонда қария шаруа ордалы жылан ұя бұзған, енді жыландар ол шаруаны таппай қоймайды дейді. Онда шаһар басшысы сол шаруаны берейік те мына бәлекеттен құтылайық ендеше дейді. Қария жыландар бір алған қамалын ендеше дейді. Қария жыландар бір алған қамалын оңайшылықпен босатпайды дейді. Шаруаны ажалға итермелегеннен еш пайда жоқ екенін айтады. Қала сыртына шыққан соң қария халық жинап кісі бойындай ор қаздырады. Оның ішіне әлгі шаруаны түсіріп, басына 7 нанды қояды. Сосын жыланды өлтірген кетпен деп 7 кетпен қояды. Сосын 7 қазанды кетпен үстіне төңкереді. Олар осы әрекетті жасап болғанша қаланы кезіп жүрген жыландар артынан қуып жетеді. Бірден әлгі орға жеткен жыландар 7 қазанды 7 жаққа ұшырып жібереді. Ішінен біреуі ысылдаған бойы 7 кетпен тесіп өтеді. Содан бері кетпен ортасы тесік болып келеді. 7 қазан мен 7 кетпен өткен жыландар басында тұрған 7 нандай өте алмай тұрып, қалған 2 жыландар өз бетімен кетеді. Шаруаны шығарып алып 7 нанды 7 елге таратып береді. Содан кейін Құран оқытқанда, ес шығарғанда 7 нан тарату әдетке айналдырыпты.